Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай керемет дәмді болып шығатын жып-жұмсақ пышный кекстер дайындайтын боламыз. Миксерсіз және өлшеуді қажет етпейтін кекстер. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойыңыздар. Жаңа рецепттермен таныс боласыздар. Таза ыдысымызға осындай 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне 1 кесе қант саламыз. Венчикпен немесе вилкамен араластырсаңыздар болады. Үй температурасындағы 1 кесе сүтті құямыз. 1 кесе сұйық май. 2 кесе ұн саламыз. Артынан қамыр қопсытқыш аламыз. Жақсылап араластырып алып, мен құрамына изюм қосып жатырмын. Өздеріңіздің қалауларыңызша ештеңе қоспасаңыздар да болады, немесе вареный сгущенка қоссаңыздар да болады. Өте дәмді шығады. Осындай кекстің формаларына 2 қасықтан салып шығамыз. Алдын ала 180 градуста пешімізді қыздырып қоямыз. Кекстеріміз 25-30 минутта пісіп шығатын болады. Қараңыздар достар, менің кекстерім дайын болып шықты. Менің рецептіммен жасасаңыздар, бір жасағаннан ақ бірден шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.